мүмкін алдыға ерітер, мүмкін алдыға ерітер, жарыққа кезіктер, жарыққа кезіктер. Қазір қоғамда еркектерге доверие кетіп қалды кәдімгідей. Ешкім сенбейді бізге. Рас. Неше түрлі жармес еркектердің кесірінен мынау. Инстаграм, тиктокты ашсаң ба, біреуді ұрып жатыр, соғып жатыр. Солардың кесірінен біз сияқты, мен сияқты деп айтайыншы, мынандай достойный, сондай әдемі, сондай жігіттер кетіп қалды доверие. Элементарно қоғамның ішінен алайық. Мысалы Алматыда бәріміз квартирада тұрамыз, иә. Квартира іздейсің, и хозяиндары сдаем только девушкам деп жазып қояды. Сол не сонда бірден өзгердім одан. Білемін ондай сдаем только девушкам. Біразында болған мен. Не болып жатқанын білетін шығармыз. Машина алатын кезде де әйел адам айдағанда соған ілін қаламыз кәдімгідей. Көтін айырып айдаған шығар, қайдан білесің, может аны. Үймен садиктің ортасында айдаған, дрифтовать еткен шығар үймен садиктің ортасында. Рас. Мынандай жағдай болды, мысалы өткен жазда бір қызбен свидание шығып, паркте қыдырып жүрдік та, бүйтіп кетіп бара жатырық. И бізге напротив бір әйел келе жатыр, қасында кішкентай баласы бар екен. И жақында келгенде мен қасымдағы қыздан баласын көріп та, не деген сүйкімді деп ананы көтеріп алып, құшақтап, атын сұрап, қанша пробег қанша, не деп сұрайды кішкентай бала өзі. Бірдеңе сұрап жатыр. Мамасы мәз ана баланы, екеуі бірін танымайтын қыз оны қарап тұрсаң. Мен сөйтіп істейші мысалы ана жерде. Неге маған болмайды? Мен де жақсы көремін кішкентай балады. Оларды мен құшақтағым келеді, көтеріп бетіне сүйгім келеді. Уже пиздесіліп жатыр, байқанда маңдай сәл. Мынау не айтып жатырсың деп қарап жатсың маған уже. Рас кәдімгідей. Мен қазір лифтіға кіруге қорқамын, шын айтайын кәдімгідей бар ғой. Мысалы лифтта тұрмын, өткенде бір қыз кіріп келді мысалы. Қандай қасиеттерің бар, қыздар ана бір взглядпен маньяк қылып жібересіңдер ғой адамды бар кәдімгідей. Бүйтіп жаман қарайды, мен өзіме өзім бүрісіп. Маньяк емес екен, көрсеткім келіп, білмеймін не істеу керек екенше, бүйтіп тұрмын. Сондай кезде жөтел қысады ғой, адам нервный тип бар ғой. Деқабен мана қыз кілт алып шығады қалтасынан. Осырсам пышақтайтын шығарсың может ана жерде мен. Сөйтіп тұрмын, әйтеуір бүйтіп басына жеттік, аман есен шүкір. Жеттік, сөйтіп манағы шыға жүріп деп сөмірейіп кетіп қалды. Өзім жетіп келді деп шүкір ете құтылдық қой деп бүйтіп далаға шығып кетіп бара жатсам, ана қыз алдымда кетіп бара жатыр. Бүйтіп маған қарайды, тез-тез жүріп бара жатыр бүйткен. Жаман обидно болды, айтқым келді, қарындас, неғып мені қорқып жатсыз. Мен сізге ешқандай жамандық ойламаймын, мен ондай маньяк анау-мынау емеспін деп айтқым келіп, артына бара жатырмын ғой енді айту үшін жетіп алайын деп. Ана қыз бүйтіп қарап қашып бара жатыр. Мен не істеймін, қудым артынан енді жетіп алу керек қой маған. Қатты жүгіреді екен бірақ бар ғой. Қуып келатым, қашып келатыр. Бір кезде бар, подъездге жабысып, домофон басып кіріп барды. Қарындас деп шашына ұстауым бүйтіп жұлқынып анау. Кіріп кетті ішке сөйтіп. Не істеймін, күттім подъездің алдында 3-4 сағат енді, шығам екен деп, может. Балкондарды қарап, бүйтіп, қайда тұрады екен деп. Рас қазір қоғамда ред флаг болып біттік жігіттердің, бәрі ред флаг қазір. Бір нормальный жігіт жоқ. Мен түсінбеймін, нағып жігіттерге ғана айтамыз ред флаг деп, қыздарда да бар шығар, ред флаг қыздар, е? Мен соны айтайын да келдім мен қазір, міне жігіттер қолдап отырыңдаршы кәдімгідей. Бүгін айтамын деп. Оны айтуға да қорқасың қазір бірақ. Трейдста тұруға жинай жоқ ештеңе. Еще один быстро свое ущербное мнение насчет девушек. Атың Тұрсынбек, оның үстіне кәдімгідей. Ошым жол болмай кетті ғой. Жоқ, айтамын мен сонда да. Жігіттер қолдап отырыңдар, дух беріп, мен кәдімгідей өзіме жүк алып жатырмын қазір. Мысалға деп жатырмын. Утвержденное мнение емес, если что. Атымен жетпей тұра тұрыңдар. Қазір айтып алайын. Мысалға, тупой қыздар. Болады ғой, тупой демей қойшы, жарайды ал, иә. Аңқау десем бола ма, аңқау? Жарайды, ақ көңіл деп айтайыншы, максимально кіші. Ақ көңіл қыздар болады ғой, ондай.
Оны не үшін айтып жатырмын? Мысалға өткенде бір жаңалық оқыдым. Бір қыз өзінің жүріп жүрген жігітіне 12 кредит алып беріп қадалып қалған ғой. 12. 12. Түсініп жатсыздар ғой, пиздец қой, 12 кредит несі? Масқара ғой ана қызға, не ойладым дегім келеді мен. Айына бір кредит бергесің ба, бір жылдың ішінде не істегенсің? Жарайды, 11 кредит алып бердім, 12-шіде ойлансашы сен басың қағама сәл бәл. Жігітте де ұят жоқ екен, 12 кредит несі? Біз алдаудан тоқтайтын ек кезінде. Масқара кәдімгі. Жарайды, бұны да жігіттің кінәсі, алда кетті, қыз енді сеніп қалды, қайдан білеміз, неше түрлі адамдар болады. Жарайды, бұны ақтап алдық. Сосын қандай қыздар болады? Мысалға қандай қыздар, мен ойымша ред флаг деп ойлаймын. Танысасың, инстаграмнан ба, басқа жерден ба, сөйтіп сөйлесіп бастайсың, симпатия оянады, сөйтіп свиданияға шақырасың, біраз уақыттан кейін жүріп бастайсың уже жарты жылдай уақыт өтіп кеткеннен ойланасың, осы қыз мен теңім шығар, осыған тоқталайын, отау құрайын деп, сөйтіп үйіндегілермен танысып, сырға салып, тойын күн белгілеп, үйленейін деп жатқанда ана қыз еркек болып шығады мысалы. Жиса ғой жігіттер андай, или че, андай. Бәрің бүйтесің, мен ғана екенмін ғой ақма, Түр бермей отқандарын қараш кәдімгі. Ред флаг. Грин флаг дейтін бар ғой еще, білесіңдер ма? Қыздар грин флаг, ред флагты бөледі жігіттер. Жігіттерге түсіндіріп өтейін, қыздардың ойынша грин флаг жігіттер қандай болады? Олар келбетті, өзіне қарап қалған, қыздарға 24/7 внимание бөледі. Жаңағындай, олар жалғызсыратпайды, оның мнениясымен санасады. Ешқандай ренжітпейді, өзінің оңғасында жаңағы безопасность сезінеді, себепсіз гүл береді, себепсіз шықты ғой бір кезде тәлпішті, сола шығарған оны. Сондай жігіттерді қыздар грин флаг деп атайды екен. Олар грин флагтар емес, олар қотқақбастар конкретно айтайын сендерге. Сондай жігіттерден көретін болдық қой бәріне. Өтір жан күн сүйдім деп, ертең жүресіңдер сосын, почему он не пишет деп жылап маңыз, подружкаларыңыз балынжап, мен сияқты френдзона отырған жігіттеріңіз балынжап білемін ғой мен. Отыран сосын, по-моему, он устал от тебя. Фу, кетші адам. Нормальный жігіттердің бәрі, қыздар, каждый френдзоналарыңда отыр. Каждый френдзоналарыңда бір-бір грин флаг жігіттен отыр. Мен оны жақсы білем, өйткені өз басым 6 жыл френдзонада отқам. 6 жыл. 6. Мана реакция ұнамайды, мынаған мен шапалақ күтіп отырмын негізі. 6 жыл френдзонада отқам деген. Масқара уақыт ғой. 6 жыл ең. Жай зонаға разбоймен отырып кеткеннен шығып атыр 4 жылдан кейін одан мен қасымда қарағанда бар ғой. Масқара ғой. Мен паханмын френдзонада, былайша айтқанда бар ғой. Мен менттарға дейін сылайды кәдімгідей. Новичоктар келеді, бәрін үйретемін, чо почем деп. Отзвонка, дозвонка отырып тастағанмын кәдімгідей. Менде еще қазір эволюция. Бұрын енді андай досым дейтін френдзона болдым. Қазір ағам дейтін френдзона шықты, білесіңдер ме? Ағам деп тұрған қызы қалай жағындайсың сен? Бірақ онда бар екен, жігіттер аз лайфхак айтамын. Андай болса, қыз саған тұрып, ағай десе, жоламандар, болмайды. Андай болады ғой? Ағай десе, онда болады сәл-пәл, көруге болады, сөйлесіп. Онда нелер бар, тонкостар бар, мен сендерге айтып өтейін. Енді логично сұрақ пайда болды, нағып сен 6 жыл отқасың, сен жармессің бе, или бірдеңе деп сұрауларың мүмкін әрине. Мен соны айтып өтейін, мен 6 жыл оттым, артынан жүгірдім, бір қарамады маған. Шаршап кеттім, бір күн сұрадым, айтшы маған, неге мен үйтіп қинап жатсың, неге, айтшы маған. Қай жерім ұнамайды, не істеп қойдым саған, бірдеңе десем, ана қызы деп тұр сөйлей алмайды, не айтарын білмейді атау. Маған бір кез айтты, сен добрыйсың дейді. Енді добрый болсам жүре басашы, сен басқа не керек саған? Сен ақ көңілсің, түсінсінші, не істеймін мен сен, көтіңді айырайын ба, не істеу керекпін саған? Кім керек, айтшы, ұрайын сен, соғайын, подвалға байлап қойайын ба, сен ұрып соғып сөйтіп ұстайын ба десем. Тұрсын мен күнап жатсың, тұқыр ауыратын қыз екен. Неше түрлі болатын, өмірде бар ғой, апасын. Рас, қыздармен сөйлесу қиындап кетті мына заманда бар ғой. Вертяк не ұнайтын білмейсің қыздар. Бет алты нәрсеге қызығасыңдар ғой, по факту айтқанда бар ғой. Мысалға айтады, құмыра жасауға барайық дейді. Сен қай ғасырда өмір сүріп жатсың сен, құмыра, не істейсің сен? Үйде 8 құмыра жатыр менде мысалы. Мен 8 қызбен барған жоқпын, бір қызбен 8 рет бардым мысалы, бет алдым. Вертяк мысалы, каждый қыздың өзінің ұнайтын нәрсесі бар. Гүл бересің мысалы, это розы, мне нравится ранюнкул, бірдеңе. Не ол, біреудің фамилиясы ма ол, не ол, ранюнкул. Жігіттерге оңай ғой, өте универсальный подарок бар, ол жилет мысалы, любой жігітке керек.
жилет ерлер үшін ең керемет. Расымен де. Еще жилеттен қыздар подарок беріп үйреніңдер. Мысалы, қазір жилеттің кез келген тауарын сатып алатын болсаң, 1 миллион теңге ұтып алуға возможность бар. Сол үшін ақшаны қырып тапқыламыз келсе, жилетті қолданыңыздар. Рахмет. Сол енді соңында айтарым, ешқандай әзілсіз, бағана ред флаг деп атырық қой. Осы жайында бір айтып өткім келіп тұр. Енді қазақтың тарихында қаншама ғасыр бойы қыздардың тағдыры өте ауыр болды. Расымен қызға қырық үйден тыйым деді, көптеген шығармаларды білеміз, жаңа қыз баланың қайғысы жайлы. Енді сонша қиындықтардан кейін қазіргі заманда расымен де жігіттердің ред флаг болатын заман келген сияқты. Енді ол тағдырдың солай жазғаны, қыздардың ешқандай кінәсі жоқ, жігіттер барлығын өзі кінәлі деп ойлаймын, негізі өз басым. Пиктес айттым ба, байқандыр оны, осыны айтшысын қаласын, қыздар отыр же. Вот осыны салыңдар трейдсқа конкретно. Салыңызшы сіз бүгін. Тұрсынбек пиктес айтты деп салып қойыңызшы трейдсқа. Бәрі білсін. Нормально Тұрсынбектерді бар шүкір. Сол айтарым қыздар, жігіттердің сөзіне сенбеңдер. Жігіттер оттай береді. Сүйетін жігіт ісімен дәлелдесін. Рахмет, менде осы.